Секе бийликти колго алсаңыз жер байлыгынан халыкка бериле ме? Абсолюттуу түрдө берилет. Себеби Казакстандын жер асты, жер үстү байлыгы казак калкынын меншиги болот. Казак калкынын меншиги болот. Биз мынау тирандардын, мемлекетти тонагандардын барлыгынын шет элдеги барлык мал мүлкүн кампескелеп элге кайтарып, өздөрүн жазалап, байлыгын калкка үлөстүрөбүз. Ал казак калкы үйсүз, күйсүз каңгып жүргөн ар казак біз бийликти колго алган кезде 2 жылга калмай барлыгы баспаналы болот. 2 жылдын ичинде бүкүл мемлекетке жаңагы күрдөлүү өзгөрүштөр жасалат, бүкүл жол жасалат, бүкүл мектеп, доктуркана, суу жаңа салынат. Неге? Ол биздин казактын байлыгы бүкүл жер шарына акпал этетиндей байлыгы отур. Бирок сонун барлыгын шет элге тыгып коюп ұстап отыр мына арамдар, мына залым каракчылар. Ал ол байлык келетін кезде сенің әжетқанаңды сүртүүгө жапон кезекте турат. Сенің лампочкаңды ауыстырып берүүгө немис кезекте турат. Француз сени емдейинчи доктурканаңа мен кәдімгі доктурканаңда жер сүртейинчи деп француздун эң мыкты маманы босагаңда телмирип турат. Ол акча менен бүкүл жер шарынын эң мыкты маманын казактын жаңагы жұмысшысы қылып қоюға жетеді ол ақша менен. Мәселе соның барлығы мына зұлымдар астына басып алып отыр. Ал егер біз бийликти алатын болсақ, бүкіл Қазақстанда жағдай өзгөрөт. Біз бийликти алатын болсақ, ол сөздің шыны қазақ халқы тарихта көрмеген еркіндікке, теңдікке кенелет. Конституцияны мына Тақай сияқты кез келген есекбас қалаған уағында өзгөртөтүнүн барлығына біз тоқтау саламыз. Бұл сөздің шыны. Европалық, америкалық заң жүйесін өзгөртіп алып келеміз. Неге? Европа, Америкада заң тастай. Бийлик бір адамның қолынан бөлшектенген. Көрдіңіз ба? Бийлик бір адамның қолынан бөлшектенген. Америкадағы сотты Трамп қоя алмайды. Сот тек жасы толып пенсияға шыққанда не қайтыс болғанда, сол соттың қызметінен кеткеніне тура келген президент тағайындайды, және ол мәңгі болады. Ал ол тағайындаған сот оны соттай алады. Неге? Ол сотты алып тастау құқы болмайды. Американың президенті сотты тағайындағанмен сотты ала алмайды. Қазақстандағы соттар президенттің бұйрығын тыңдайды, әкімнің бұйрығын тыңдайды. Сот тәуелсіз болады.